Бар ма? Ал, құрметті ата-аналар, балалар, бүгін балаларыңыз бастап жатқан, өнер жолына басып жатқан алғашқы қадамы құтты болсын. Құдай қаласа үлкен белестерді бағындыратын, ата-аналардың үмітін ақтайтын, жақсы тәрбиелі ол қыз актер, актриса болуына шын жүректен тілектеспіз. Тек қана Қазақстанның емес, шетелге де танылатын үлкен жобаларда көрінетін өнер адамы болуына шын жүректен тілектеспіз. Құдай қаласа бүгінгі Мейрам балалар киностудиясының шынайы құрмет деген фильміміз жақсы бір үлкен дәрежеде түсіріледі деген сенімдеміз. Және қаралымы өте көп фильмдердің қатарынан болуына шын жүректен тілектеспіз. Енді бұл фильмді түсіретін бізге бірнеше кинолардың жобасын түсіріп жүрген Гүлбаршын Тұрғанбайқызы деген режиссеріміз болады. Осы түсіреді. Фильміміз жалпы кешеде айтып өттік, 2 күнге жоспарланған. Бүгін ертең үлгермей жатқан жағдайда келесі күнде және түсірілуі мүмкін. Жалпы 2 күнге жоспарланған. Ал баршаңызға құтты болсын, балалар сізге де құтты болсын. Тек қана 2 күнде жақсы жұмыс атқарамыз деген сенімдеміз, иә? Ал енді режиссеріміз өзінің бір тілегін айтсын. Ата-аналар, балаларыңыздың алғашқы қадамы құтты болсын. Осы өнер жолында болашақта өздерінің армандарына жетіп, үлкен биік белестерге жете берсін. Сіздердің үміттеріңізді ақтасын. Ал осы алғашқы кинолары өздерінің сіздің де үмітіңізді ақтайтын бір сондай қаралымы көп, көзге түсетін кино болсын. Ал балаларға тек ақ жол тілейміз. Ал дайынбыз ба балалар? Мынаны ұрып жоқ болып кетеміз ба? Ал, бисмилля. Мынанда бір шағайын. Кел. Көзіңді байқа, ема? Анер ұр, көзіңді байқа жаймен. Күш көбегің онады. Ал, құтты болсын атылар. Ал, енді бір-бірден естелікке алып қалсаңдар болады балар. Менің алғашқы киноға түскен сәтінде байт жүресіңдер. Қолдарын байқаңдар теп қана. Сая деген дал болды, анам жер біруге. Төребайға шашып кетті ғой. Алдыңдарына бәріңе жетті ма? Қалған мұсуға тастаймыз. Қолдарын байқаңдар балар. Құтты болсын ата-аналар.